Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге осындай жиналмалы пастельдің қалай дұрыс жиналу керек екендігін көрсететін боламын. Күнделікті тұрмыста осындай пастельді қолданамын, бірақ мен бұл пастельдің жиналу жолын білмеймін, осылай жинай саламын. Бірақ бұл дұрыс емес. Қазір мен сіздерге қалай дұрыс жиналу керек екендігін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен пастелімізді дұрыстап жазып аламыз, және де барлық төрт бұрышын бірлестіреміз. Бір ұшын екінші жағына саламыз. Екі бұрышын теңестіріп, осылай бір-біріне қарап айқастырамыз. Айқастырғаннан кейін бізге үш бұрыш сияқты болуы керек. Байқасаңыздар, міне дұрыстап осылай бүктейміз. Содан кейін екінші жағынан екі жағына қайырамыз. Екі жақ шетінен бірлестіріп қайырамыз. Бірінші және екінші. Және кәдімгідей бізде киім бүктеген сияқты осылай жинастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пастельдің резина бөлігі киім жинағандай пастельдің ішкі бөлігіне салыну керек. Сол кезде біздің пастеліміз жинаққа тұрады және орын алмайды. Осылай дұрыс жинақталады. Сіздер де жасап көріңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлісетін лайфхактың бір түрі, біз әдетте киімді осылай ілгішке іліп қоямыз. Бұл негізі дұрыс емес. Киімді ілгішке осылай ілген сапасына және созылып кетуге алып келеді. Өздеріңіз байқасаңыздар, біздің алып тұрған киіміміз созылып кеткендігі байқалады, яғни бұл біздің ілгішке дұрыс ілінбегендіктен. Сіздерге қалай дұрыс ілу керек жолын екі вариантын көрсететін боламын. Күнделікті өмірде соны қолданыңыздар. Киімді дұрыстап қоямыз. Екі жақ жеңін, яғни қолын деп айтамыз. Екі жақ қолын осылай бірлестіреміз. Жинақы түрде жинақтап, киімнің қолтық ас бөлігінен аламыз. Яғни ілгішті біз киімді қолтық жақ бөлігінен қолын және де ұзындығын келтіріп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай келтіреміз. Бұл осылай жиналған өте жақсы дұрыс жолы. Екінші лайфхагымыз ілгішті киімнің үстіне қойып, қолын астынан өткіземіз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, дәл шығады. Яғни осы жолда өте жақсы, киімнің сапасына жақсы. Достар, сонымен қатар мен сіздермен күртелерді тағы да дұрыс қалай жинау керек екендігін, шалбарды қалай дұрыс жинау керек екенін және қарапайым өмірдегі нәскилердің дұрыс жиналу жолдарын көрсеткен боладымын. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар, пайдалы лайфхактармен бөлісетін боламын.